Барлық мені көріп отқан көрермендеріме қайырлы күн. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін, білімге толы болсын. Бүгінгі менің қозғайын деп отқан тақырыбым ютуберлердің десем, жаңадан канал создавать етіп жүрген, құрып жүрген, осы ютубпен айналысып жүрген, ақша тапқысы келем, миллионер болам деп жүрген мамандарға бүгін жақсы кеңестің бірін берем. Ол әрине авторлық құқық. Сіз монтаж жасаған видеоға музыканы қайдан алам, қалай қоям, осы тақырыптың төңірегінде қозғайтын болам. Соңына дейін көріңіздер, қызық болады деп ойлаймын. Мені алғаш көріп отқан көрермендеріміз болса, астындағы подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басып, біздің видеоларды жіберіп алмауға тырысыңыздар. Ендеше тақырып бойынша кеттік. Ең бірінші, сізде ютубыңызды құрдыңыз, барлығын жасап жатсыз, бірақ бір жақсы әндерді қояйын десең, немесе бір әндерді қояйын десең, сіздерді ютуб қойғаннан кейін авторлық құқыққа байланысты сіздерді страйк береді, немесе ескерту береді. Менің тәжірибемде бір кез келген ВК-дан немесе бір Google-дан ютубқа арналған деген бір музыканы алып алдым да өзіме эксперимент түрде оны қойып, видеомды монтаж жасалған жібердім. 2 күннен кейін немесе 1 күннің шамасында есімде жоқ, маған Google YouTube компаниясынан ескерту келді. Сіз Чехия мемлекетіндегі осындай әннің осындай минут секунд аралығында авторлық құқығын бұздыңыз. Сол себептен оны алып тастаңыз немесе басқа музыка қойыңыз дейді. Міне осындай сұрақпен келді. Одан қорқатын еш нәрсе жоқ. Эксперимент жасаудан шаршамаңыздар. Ең бастысы, егер сіз жақсы видеоны қанша уақытыңызды құртасыз, түсінемін, қанша энергияңызды құртасыз, жақсы монтаж жасап, бір болмай қалған музыкаға келген кезде сіздің видеоңызды алып таста, немесе страйк қоям деп жатса, қорқудың еш нәрсесі жоқ. Сол жерде кнопка болады, видеоны, музыканы алып тастауға болады, удалить етіп тастап, немесе соның орнына бір музыканы авторлық құқықпен сақталған қойып жіберсеңіз болады. Бірақ оны қайдан аламыз, қайдан білемін деген жаңадан бастап жүрген ютуберлер болатын болса, ол әрине ютубтың өзінің ұсынған фонотека пунктінен, мәзірінен музыкаларды алсаңыз болады. Оған қалай кіреміз? Мына алдарыңызда көріп отқандай, ютуб каналыңызға кіресіз, творческий студияға кіресіз. Өзіңіздің барлық настройкалар осы жерде айтқан болатын. Міне осы жерде фонотека деген неге өтесіз пунктке. Соның ішінде міне бесплатная музыка, звуковые эффекты деген сияқты, помеченные деген осындай 3 бізде менюлар тұрады, мәзірлер. Міне осының ішінен ютубтың өзінің ұсынған, сіздің монетизация жасалған немесе жасалмаған, өзіңіздің монтаж жасалған видеоңызға осындай музыкаларды ұсынады. Байқап отырсаңыздар, менің барлық жасалып жатқан видеоларымды көріп шықсаңыздар, сол жерде мен осы жерден алынған музыкаларды қолданамын. Бұл жерде жақсы жері обновление жасалып тұрады. Соңғы обновление міне декабрьде жасалған, январь енді шығады. Міне қарап отырсаңыздар, осындай дайын полифония дейміз ба, авторы сөзі жоқ, бірақ осындай музыкаларды қоюға болады. Негізі музыкаларды, тректерді конкретно авторлық құқығы бар, соларды бір каналдан қою туралы жеке видео түсіретін болам. Қазір эксперимент жасап жатырмын жақсылап. Сіздерге осы музыканың өзі бұлай жетеді. Музыкадан көре негізі өзіңіздің тақырыбыңызда, егер каналыңыз блогерге байланысты болатын болса, көп сөйлейсіз, көп айтасыз, көп көрсетесіз. Музыканы жай ғана артына как фоновый музыка сияқты қоя салсаңыздар болады. Ал егер сіз музыкальный канал болып, музыкамен көп қосатын жерлер болатын болса, әрине ол үлкен ауқымды тақырып, авторлық құқыққа байланысты. Мына жердегі музыкалардың кез келгенін алып қоя берсеңіз болады. Кейбіреулерінде мынандай сұрақ болады. Сол сізге берілген музыка, мына жерде қарап отырсаңыздар, 2 минут, минуттар жазылып тұр, 3 минут. Бірақ сіздің видео жасалған монтажыңыз 12 или 10 минут болуы мүмкін. Сол кезде не істейсіз? Сасудың, қорқудың ешқандай несі жоқ. Сол музыканы копировать етіп алып, бірінен кейін бірін қоя берсеңіздер болады. Менің каналымда байқасаңыздар, сол әртүрлі музыкаларды қоймай, бір музыканы бітеді, копировать етіп алып, келесінемен қоя берме. Әрине, музыканың
аудио динамикасын төменге қарай қойып қоям, бір темппен сол бірінші нені қойған нені копировать етіп бірнеше рет қойып, сол 10 минутқа жеткенше соза берем. Міне жерден қараңыздар, анандай музыканы тыңдап аласыз қоятын кезде. Мен қазір дауысым шығарайын. Міне осындай өзіңіз осының ішінде қанша мыңдаған музыкалар бар, тегін қарасаңыздар болады. Немесе мына жерде жақсы жері жанр бойынша да іздесеңіз болады. Қандай жанр? Классика, музыка для детей, джаз, поп, танцы, электроника басасыз и қарайсыз. Сол сізге шығады. И осы жерден обновление болды, кез келгенін басып. Көрдіңіздер, музыканы мына жерде былай жылжытуға да болады. Орта жағы қандай екен, соңғы жағы қандай екен. Осы жерден жанрларды таңдауыңызға болады. Мысалы мен настроение, оптимистичное деген осындай нелерді видеоларды алсаңыз болады. Оптимистичное деген немесе спокойное, мрачное деп бірнешеуін таңдасаңыз болады. Ритмичное, радостное, например, радостное, романтический. Осындайларды басасыз. Мына жерде стопқа басып қояйық. Мына жерде мынандай нелерден өтіп, келесі беттерге, егер беті сізге қайта-қайта өткізгіңіз келмесеңіз, мына жерде 100 деген таңдасаңыз, 100 музыканы бірден бір бетке шығаруға болады. Осы жерден керек музыкаларыңызды таңдай бересіз. Міне, осындай бір музыканы аласыз. Давайте мен бір музыканы жақсы алып алайын, как раз маған музыка керек. Давайте. Бір жақсы музыканы. Давайте осы музыка әдемі сияқты, энергичный. Скачать дегенді басасыздар. Сохранить файл дейсіздер. Оның алдында көрсеткенмін, загрузкидің ішінен шатасып кетпеу үшін выразить етіп, өзіңіздің музыка деген папкаға, музыка для YouTube деп мен осылай жинайын бір жерге. Міне осылай қойып қоясыздар. Так, арғарай осы фонетика. Так. Арғарай осы жерден музыкалардың кез келген аласыздар, жанрларды қарап көресіздер, қандай мына жерден өшіріп тастап, қандай жанр керек. Исполнитель, продолжительность, мысалға продолжительность қанша минут керек? Мысалға 5 минуттық 0,5 секунд болып кетті арада. Продолжительность давайте көрейік. Продолжительность мына жерде 0,5. Так, секунд болып кетіп жатыр, жарайды, тағы да көрейік. Продолжительность 0,5 қос нүкте 0,0. Давайте 5 минуттық өлеңдерді іздеп көрейік. Міне 6 минут, 16 минут, міне 16 минут керек болатын болса, классика. Көрдіңіздер, мына жерде минуттардың барлығы жазылып тұр, ең 5-тен төмен жоқ, өйткені мен минут қойып қойдым. Міне осылай да іздесеңіздер болады өзіңізге каналыңызға ыңғайлап. Міне осындай осы категориялар бойынша қарайсыздар, барлығы бесплатно, бірақ алып жатқан кезде қосымша нақтырақ қоюға боламас. Егер сізде монетизация болса, мына жерге барып, тип лицензияның үстіне бассаңыз, мысалға, міне бассаңыз, жазылып тұр лицензия фонотеки YouTube. Вы можете добавлять эту звуковую дорожку в свое видео, в том числе те, которые монетизируете. Указание авторства не требуется. Көрдіңіздер? Даже монетизация ақшаға жүріп жатса да, осы музыканы қойып, бір тексеріп алып жатсаңыз, монетизация қосылғандан кейін, автор ешқандай не требуется деп тұр. Әзірге не требуется, кейін егер қосып автор өзінің несіне алатын болса, ол кезде сізге предупреждение келеді ютубыңызға. Әзірге осы видеоларды қойып, жаңадан бастап жүрсеңіз, ешқандай қорықпай қойып жүре берсеңіз болады. Мен уже 30-40 видео түсіріп тастадым, барлығында музыка қолданып жатырмын, ешқандай проблема жоқ. Ал бірақ басқа әлеуметтік желілерден, іздеу желілерінен, Google, Яндекс, ВКонтакте деген сияқты жерлерден алатын болсаңыз, абайлаңыздар.
барлығы сақталуы мүмкін. Даже сізге көзге көрінбеуі де мүмкін. Сіздің видеоңыз дами беруі мүмкін, просмотр көбеюі мүмкін, бірақ сіздің монетизациядан түсетін ақшаңыз басқа біреуге кетіп отыруы мүмкін. Соның бәрін ескеріңіздер. Ең бастысы, сіздерге ұнады деп ойлаймын. Лайктарыңызды аямаңыздар. Достарыңызбен бөлуге ұмытып кетпеңіздер. Жаңадан көріп отқан көрермендер тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше ағайын, сау саламатта болайық.